Good day, students. Бүгінгі сабақта 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен English Language for Kazakhstan Grade 4 кітабының 18 және 19 беттегі тапсырмаларын талқылайтын боламыз. Unit 2 My World. Екінші юнитта менің әлемім, яғни отбасы, достар туралы әңгімеленетін болады. Page number 19, exercise 1, my family and friends. Менің отбасым және достарым. Бірінші тапсырмада. Complete Nurjan's family 3. Use parents, grandparents, cousin, aunt, uncle. Яғни Нұржанның отбасылық ағашын толықтыр дейді. Бұл жерде қандай сөздерді қолдану керек дейді. Ата-ана, ата-әже, және де қарындас, немере қарындас, не болмаса аға, іні, әпке дегенді білдіреді. Cousin дегеніміз, aunt тәте, uncle көке. Осы сөздерді қолданамыз дейді. Ал ендеше бастайық. Біріншісінде қолданып тұр. Kanat and Natalia are Nurjan's grandparents. Қанат пен Наталья Нұржанның ата-әжесі. Келесі екінші біз нені қолданамыз? Маржан and Айдар are Нұржан's кім болады? Parents, ата-анасы. Және олардың Маржан мен Айдардың Нұржанның ата-анасы, Нұржан олардың баласы. This is me. Бұл менмін деп тұр. Яғни бұл Нұржан болып тұр. Келесі бізде үшінші Қарлығаш тәтесі, aunt. Төртінші Нұрлыбек is his uncle. Ол оның Нұржанның ағасы, көкесі болып табылады. Аяулым his cousin. Яғни оның қарындасы, немере қарындасы. These are my friends Dmitry and Sanjar. Мыналар менің достарым Дмитрий және Санжар деп тұр. My dad's name is Нұрлан. Қараймыз. Енді біз өзіміздің отбасымыздың аты, отбасымызда кімдер бар және олардың аты кім деп таныстыратын болсақ, осылай айтады екенбіз. Дәл осылай my dad's name is деп айта береміз. Менің әкемнің аты Нұрланның орнына басқасын қоямыз. Кім? Өзіміздің әкеміздің аты. Осы жерді ғана өзгертеміз, болды. Әрі қарай my brothers names are, қараймыз. Brothers менің ағаларымның, інілерімнің, достарымның деп айтатымыз. Көп болып тұр ғой енді. Оған name is болмайды, уже қараймыз. Name is емес, көп болса names are дейміз. Және де кім? Сол адамның аттарын жазады екенбіз. Дәл осылай дайын тұрған жерден алып біз есімдерді ғана қойсақ болды. Өзімізге қажетті есімдерді қоямыз, болды. Әрі қарай look again, write the names. Қайтадан қараймыз дейді мына жаққа талымызға. Және де ол жердегі керекті есімдерді жаз дейді. Енді олардың аттары кім екен жазамыз. His dad's name is Айдар. Оның әкесінің аты Айдар. Солай ма? Солай, дұрыс жазып болған. His friends' names are, оның достарының аты кім дейді? Дмитрий және Санжар дедік. Жайып Dmitry and Sanjar. His uncle's name is, оның көкесінің аты кім дейді. Айтыңдаршы, оның көкесінің аты кім? His uncle's name is Нұрлыбек. Ал әрі қарай тағда тауып көріңдер. His grandparents' names are, оның ата-әжесінің аты кім дейді. Атасының аты Қанат, ал апасының аты Наталья болды. Және де соңғысы his cousin's name is, оның жаңағы немере қарындас, іні әпкелерінің аты кім дейді. Енді қарындасы бар еді, ол кім еді? Аяулым. Осымен бірінші тапсырмамыз аяқталды. Exercise 2 game. Let's play дейді. Яғни бұл ойын екен. His name is Jim. Яғни бұл өзінің отбасының, не болмаса достарының бір суретін алып, сол туралы айтуымыз керек екен. Өздеріңнің достарың, не болмаса отбасыларың туралы айтсаңдар болады. Не болмаса сұрақ қоюға болады екен. Is he your brother? Или болмаса is she your sister? Is he your dad? Деп brother дегеннің орнына dadті қойсақ болады.
ол сенің ағаң ба, ол сенің әкең ба, не болмаса анаң ба, әпкең ба, қарындасың ба дейтін болса, уже is he емес, is she болады. Is she your sister? Is she your mom? деп қоя беретін. Сұрақты дәл осылай қоямыз. Ер адамдар болса he, әйел адамдар болса she деп қоямыз. Және мына жақта brother, sister, mom, dad деп сөздерін өзгертіп саламыз, болды. Is бен your қала береді. Ары қарай I can talk about my family. Мен өзімнің достарым туралы айта аламын дейді. Отбасым туралы айта аламын деп тұр. Дәл осылай айтып шықсақ болады. Мынау менің отбасым. This is my family деп айтамыз, иә. This is my dad, this is my mom, this is my sister. My dad's name is, мінекей дәл былай. My dad's name is Нұрлан деген сияқты өйстіп айтып кете береміз. Осымен бүгінгі біздің үй тапсырмасын орындау, сабақтарды талқылау сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.